Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге үй жағдайында көп құрамды қажет етпейтін және пеште пісірусіз шайға десерт дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен жасап көруге кеңес беремін. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен сгущенканы ыдысқа құямыз. Үстінен 2-3 ас қасық какаоны салып, венчикпен араластырамыз. Енді еріген сары майымызды қосып, бір келкі болғанша араластырамыз. Келесі печеньені екіге бөліп, блендерге салып, үгітіп аламыз. Егер сізде блендер болмаса, печеньені целлофан пакетке салып, оқтаумен үгітсеңіздер де болады. Печеньеміз осындай болып шығу керек. Енді үгітілген печеньемізді видеода көрсеткендей екіге бөліп саламыз. Печеньенің екінші бөлігін салғаннан кейін қасықпен араластыру кішкене қиындау болады. Сондықтан қолмен араластырамыз. Осындай қолға жабыспайтындай болады. Енді осы дайын болған десертті шетінен үзіп, қолмен домалата отырып, кішкентай шариктар жасаймыз. Өз қалауларыңыз бойынша бұл десертке тағы жаңғақтар қоссаңыз да, шоколадқа аунатсаңыз да өте дәмді болады. Менде осы құрамнан 34 дана шықты. Мен шариктардың жартысын кокосовый стружкаға аунатып, ал жартысын солай қалдырдым. Біздің десертіміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Дилара.